Көктем мезгілі. Көктемде күн жылып, айнала түрлі түске еніп, табиғат құлпырады. Көктем мезгілінде 3 ай бар. Наурыз, сәуір, мамыр. Наурыз айында күннің алғашқы күндері жылына бастайды. Сәуір айында қарлар еріп, сай-саладан сулар аға бастайды. Мамыр айында күн жылынып, адамдардың барлығы жеңіл киінеді. Күн молынан түседі. Қар еріп, жылғалармен сай-саладан су ағады. Көктемде жаңбыр жауып, сәуір айының соңында найзағайлар ойнай бастайды. Ағаштар бүршік атады. Гүлдер гүлдейді. Ағаштардың барлығы жапырақ ашып, гүл ашады. Көктем ең алғаш қарды жарып, бәйшешек гүлі шығады. Бәйшешек гүлінен кейін қызғалдақ гүлдері шығып, айналаның барлығын шөптер басады. Шөптер шығып, гүлдер неше түрлі, әр түрлі сан алуан гүлдер шығады. Көктемде жыл құстары ұшып келеді. Олар ағаштың басына ұя салып, жұмыртқа басады. Жұмыртқадан балапандар шыға бастайды. Қысқы ұйқыға кеткен аяндар оянып, аю, кірпі, жыландар, борсық, жануарларды барлығы тіршілік атауы оянып, тіршіліктерін жасайды. Және де жануарлар қыстың күнгі жүндерін, қалың жүндерін тастап, түлеп, жаңа жүндер шыға бастайды. Ояндар қыстың күні ақ-пақ қардың үстісінде болса, қыстың күні көктемгі күні сұр түске еніп, түсін ауыстырады екен, жүнініп. Көктем келісімен егістік жерлерде жер жыртып, егін егуді бастайды. Бау-бақшаларда көкөністер мен жемістердің тұқымын алып, көшет отырғызып, ағаштарды отырғызады. Көктем мезгілінің алғашқы мерекесі 8 наурыз. 8 наурыз халықаралық аналар қыздар мерекесін құттықтап сыйлық береміз. 22 наурыз қазақ халқының жаңа жыл мерекесі. Наурыз сөзінің мағынасы жаңа күн, жаңа жыл деген мағына береді екен. Бұл күндері күн мен түн теңесіп, күн ұзарып, түн қысқарады екен. Жануарлар өлдеп, балалап, адамдардың аузы аққа тиеді. Сондықтан наурыз айын жыл басы ұлыстың ұлы күні деп атайды. Наурыз көже жасап, әр түрлі ұлттық тағамдар дайындап, түрлі ойындар ұйымдастырып, ән айтып, би билеп тойлайтын күн. 7 мамыр Отан қорғаушылар күні. Отанымызды қорғайтын ер азаматтарды Отан қорғаушылар күнімен құттықтайтын күн. 9 мамыр Жеңіс күні. Бұл отанымыздың, қазақ еліне құрбан болған ата-бабаларымыздың қаны төккен. Болашақ жастарда, болашақтар үшін, еліміз үшін жан аянбай төккен Отан қорғаушылар күні. Ата-бабамыз осы бізді болашағымыздың жарқын болуы үшін жандарын қиған күн. Көктем мезгілі дегенмен